Трэвис қарттар үйінде жұмыс істеп жүріп, қорқынышты хабар алады, бюджет қысқаруына байланысты оны жұмыстан шығарып жіберген. Келесі күні ол досымен бірге соғысқа қарсы митингке қатысады. Досы оған студент кезінде ақша табу үшін түрлі тәжірибелерге қатысқанын еске салады. Кенеттен митинг кезінде әскерилердің бірі наразыларға шабуыл жасап, Трэвис бақылап тұрған әдемі әйелді жерге құлатады. Трэвис дереу араласып, сарбазды кейін қарай тартып, жұдырығын түйіп қорқытқанымен соққы жасауға батылы бармайды. Полиция солдатты ұстап әкетеді, ал Трэвис Бейдің хал жағдайын сұрап, митингтен кейін онымен ішімдік ішуге шақырады. Барда олар белсенділік тәжірибелерімен бөліседі. Сосын Бей бұл оның соңғы митингі екенін айтады. Себебі ол Үндістанға көшкелі жатыр. Ол Трэвисті де өзімен бірге кетуге шақырады. Бірақ Трэвис үшін бұл мүмкін емес, өйткені оның ақшасы жоқ. Дегенмен ол Беймен кетпей тұрып тағы бір рет кездескісі келетінін айтады. Кейін Трэвис газеттен жарнаманы көреді, 2 апта бойы күн сайын $1000 төлейтін мінез құлық экспериментіне қатысушылар қажет. Ол еш зияны жоқ деп ойлап, қатысып көруге бел буады. Келесі күні ол алғашқы кездесуге келеді. Сол жерде басқа екі ерікті Майкл мен Бенджимен танысып, әңгімелеседі. Экспериментті жүргізетін адам доктор Аркалета. Ол қатысушыларға анкета толтыртады да, эксперименттің мәнін түсіндіреді. Олар түрме жағдайын зерттеу үшін жасалған тәжірибеге қатыспақ. Жалғыз талап ешкім бұрын сотталмаған болуы керек. Қатысушылардың қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. Бірақ кейбіреулерінің азаматтық құқықтары шектеледі. Содан кейін доктор әр қатысушыны іріктеу үшін түрлі сынақтар өткізеді. Соның ішінде моральдық сипаттағы сұрақтар қойылатын жазбалы сұхбатта бар. Трэвис ешқашан сотталмағанын және зорлық-зомбылыққа бейім еместігін айтады. Ал дінге деген қызығушылығы мүлде жоқ. Ол этикалық шешімдерін ішкі сезімі бойынша қабылдайтынын жеткізеді. Майкл болса, скауттарда және әскери даярлық тобында болғанын, сондай-ақ шіркеулік ұйымдарға қатысқанын, өйткені дінге берілген адам екенін айтады. Ал Чиз есімді тағы бір қатысушы өмірін 3 нәрсеге арнағанын мәлімдейді: әйелдер, есірткі және күлкі. Сұхбаттан кейін еріктілер жабық бөлмеге жіберіліп, оларға түрлі бейнелерден тұратын видео көрсетіледі. Онда балалар мен жануарлар сияқты сүйкімді көріністерден бастап, жаңалықтардан алынған зорлық-зомбылық кадрларына дейін әртүрлі суреттер қарама-қарсы қою әдісімен берілген. Біршама уақыт өткен соң, Трэвис Беймен кездесуге барып, оның кетер алдындағы соңғы уақытын бірге өткізеді. Бей оның жұмсақ жұдырықтарын сүйіп жатып, Трэвистің митинг кезінде ашулы сарбазға соққы жасамас еді деп сенетінін айтады. Олар Үндістан туралы сөйлеседі, және Трэвис эксперимент аяқталған соң оны сол жерден табатынын уәде етеді. Трэвис финалдық топқа таңдалады, және белгіленген күні экспериментке қатысуға іріктелген барлық еріктілерді автобус алып кетеді. Олардың қатарында Трэвис кездесуде танысқан жаңа достары да бар. Түрмеге бара жатқан жолда әркім өз жақындарын және солар туралы берген жауаптарын ойлап кетеді. Бенджи сүйікті кафесіндегі баристаны есіне алып, сұхбатта әйелдер Құдайдың жасыл жеріндегі ең маңызды нәрсе деген жауабын еске түсіреді. Чиз ойына кезекті бір өткінші қарым-қатынасын түсіреді. Майкл өзіне тым қатал анасы туралы ойлайды. Ал Трэвис Бейдің оған берген білезігін еске алады. Түрмеге келгенде автобус жүргізушісі оларға сөмкелерін алуға рұқсат бермейді. Бұл Бенджиді алаңдатады. Бірінші күні доктор Арчулета қатысушыларға соңғы рет ойлануға мүмкіндік береді. Ол тәжірибе барысында зорлық-зомбылыққа мүлде жол берілмейтінін, егер камералар арқылы мұндай жағдай байқалса, эксперимент бірден тоқтатылатынын ескертеді. Майкл, Чиз, Баша, Хельвиг және тағы 2 ерікті күзетші болып таңдалады. Ал қалған 20 адам тұтқын рөлін алады. Күзетшілер сыртқы әлемнен ештеңе түрме блогына кіріп шығуына жол бермеуі керек. Сонымен қатар, тұтқындарға әрдайым орындауға тиіспес негізгі ереже түсіндіріледі. 1. Күніне 3 рет тамақтану және барлық берілген асты жеу. 2. Күніне 30 минуттық сергіту жаттығуын орындау. 3. Тұтқындар тек оларға арналған аймақтарда жүруі тиіс. 4. Олар тек сұрақ қойылғанда ғана сөйлеуге құқылы. 5. Күзетшілерге қол тигізуге қатаң тыйым салынады. Ережені бұзғандар лайықты түрде жазаланады. Егер біреу эксперименттен шығып кетсе, ешкімге ақша төленбейді. Ал егер тұтқындардың бірі ережені бұзса, күзетшілер 30 минут ішінде жаза қолдану туралы шешім қабылдауы тиіс. Егер бұл уақыт ішінде шешім қабылданбаса, қызыл шам жанады, эксперимент тоқтайды және ешкімге төлем жасалмайды. Доктор кеткеннен кейін күзетшілер тұтқындарды түрмедегідей рәсімнен өткізеді, оларды шлангпен су шашып жуындырады. Баша бұған жанашырлық танытса, Чиз бұны көңілді ойын көріп, тұтқындарды мазақтай бастайды. Әсіресе Оскар есімді еріктіні қорлайды. Содан кейін тұтқындар бір қатарға тұрғызылып, оларға ережелер оқылады. Осы сәттен бастап олар тек нөмірлермен аталатын болады. Трэвис өзінің камерасына Бенджи және Никс есімді тұтқындармен бірге орналасады. Бенджи графикалық роман суретшісі,
ал Никс өзіне тек нөмірмен ғана қарауды талап етеді. Сұхбаттың бір үзіндісі кейбір қатысушылардың бұл тәжірибеге не үшін келгенін көрсетеді. Никс пен тағы бір адам жай ғана ақша үшін қатысқанын айтады. Майкл тәжірибеден алған ақшаны жамбас сүйегі сынған анасына көмектесу үшін қажет екенін түсіндіреді. Чейз бұл ақшамен әйелдерді таң қалдырғысы келеді. Ал Трэвис болса, жай ғана өмірден қашқысы келетінін айтады. Сергіту жаттығуы кезінде тұтқындар баскетбол ойнап жатады. Сол кезде доп кездейсоқ Башаның бетіне тиіп кетеді. Күзетшілер оны жарақатын тексеру үшін алып кетеді. Баша бұл жай ғана байқаусызда болған жағдай екенін айтса да, Чейз бен Хелвиг бұл ереженің 5 бабының бұзылуы деп санайды. Қызыл шамның жануын және ақшадан айырылуды қаламай, күзетшілер кездейсоқ жағдайға лайықты жаза ойластырады. Допты лақтырған тұтқыннан 10 рет жаттығу жасау талап етіледі. Бірақ ол мұның әділетсіз екенін айтып, бас тартады. Бұған жауап ретінде Чейз барлығына жаттығу жасауды бұйырады. Бірінші болып Никс бастап кетеді. Сол себепті қалғандары да мәжбүрлі түрде оған қосылады. Майкл мұндай әрекетке таңырқап, биліктің дәмін сезіне бастайды. Әсіресе 30 минут өткенде және қызыл шам жанбаған кезде ол олардың дұрыс шешім қабылдағанына сенімді бола түседі. Екінші күні тұтқындарға классикалық түрме тамағы беріледі. Никс оны толықтай жеп шығып кетеді. Бірақ қалғандары бұл түсініксіз бұршақ ботқасын жегісі келмей. Алайда Хелвиг пен Чейз оларға ережені еске салып, тамақты жемеу бұзушылық екенін айтады. Трэвис жауап ретінде өз тамағын Хелвигтің қолына төгіп жібереді. Осыған ашуланған күзетшілер тұтқындарды қайтадан жаттығу жасауға мәжбүрлемек болады. Бірақ бұл жолы тұтқындар бұйрықты елемей. Оның орнына барлығы тамақтары мен науаларын Хелвигке лақтырып, оны масқара етеді. Осыдан кейін күзетшілер не істеу керектігін талқылайды. Чейз қатты ашулы, себебі тұтқындар тек оларды ұра алмайтынын білгендіктен ғана осылай еркін әрекет етіп отыр деп ойлайды. Осы сәтте Майкл университетте бауырластық ұйымға қабылданған кезін есіне алады. Ол жерде де осындай билік динамикасы болған. Ол тұтқындардың еркін сындыру үшін оларды физикалық жазалаудың орнына қорлау керек деген қорытындыға келеді. Жаза ретінде күзетшілер әрбір камераға кіріп, өрт сөндіргіштердің барлығын тұтқындардың үстіне шашып тастайды. Сонымен қатар Майкл Трэвисті камерадан шығарып, есікке кісендеп қояды. Осылайша ол түні бойы еденде ұйықтауға мәжбүр болады. Өйткені оны бүліктің бастаушысы деп санайды. Кейін Майкл дәретханаға барып, өзін жұмақ болғанда, денесінің билікті иеленуден ерекше ләззат алғанын түсінеді. Түннің ортасында Бенджи көмек сұрайды. Оның қанты төмендеп кеткендіктен денесі ысып, қалшылдап жатыр. Бірақ күзетшілер оған еш көмектеспей, қайтадан ұйықтауға бұйырады. Үшінші күн басталғанда Майкл барлығына ережелерді сақтауды еске салады. Бірақ ол Бенджидің төсектен тұрмағанын көріп, ашуланып кетеді. Тексере келе, күзетшілер оның диабетпен ауыратынын, бірақ тамақтану арқылы оны реттеп жүргенін біледі. Ол экспериментке өзімен бірге бірнеше шоколад батондарын алып келген. Алайда түрмеге кірер кезде сөмкесін алып қалды. Соған қарамастан, күзетшілер оны төсектен күштеп тұрғызады. Мұны көрген Трэвис досын қорғауға тырысады, ал бұл Майклдың ашуын одан сайын күшейтеді. Ол Трэвисті көндіруге қанша тырысса да, Трэвис оның айтқандарын орындамайды. Ақыры ашуға булыққан Майкл полиция таяғын алып шығады. Бірақ Трэвис оған егер ол күш қолданса, бүкіл эксперимент тоқтап, барлығы ақшасыз қалатынын еске салады. Қалған күзетшілер Майклды тоқтатып, оның ақымақтық жасауына жол бермейді. Олар барлық тұтқындарды қайтадан камераларына қамайды. Кейін Трэвис пен Никс эксперименттің мақсаты жайлы әңгімелеседі. Никс бұл тәжірибенің мәні жыртқыштарды анықтау деп ойлайды. Торға аңдарды қамап, қайсысы арыстанға айналатынын, ал қайсысы тірі қалу үшін бейімделетінін тексеру. Бірақ Трэвис бұған келіспейді. Өйткені ол адамдар эволюциялық даму тұрғысынан әлдеқайда жоғары деп есептейді. Сонымен қатар ол Никстің өтініш формасында өтірік айтқанын және оның түрмеде болғанын түсінгенін мойындайды. Бұған оны Никстің арилік символы бар татуировкасы итермелеген. Никс бұл құпияны ешкімге айтпауын сұрайды. Және Трэвиске ақыл береді, ол тыныш жүріп, ережелерге бағынуы керек. Өйткені күзетшілер кәдімгі түрме қызметкерлері секілді әрекет етіп жатыр. Никстің өзі барлық талаптарды еш сұрақсыз орындайтын себебі де осы, ол тек ақшасын алғысы келеді. Осы кезде күзетшілер бөлмесінде де талқылау жүріп жатыр. Чейз тұтқындар кез келген сәтте бүлік шығаруы мүмкін деп ойлайды. Баша бұл пікірмен келіспейді. Себебі бүлік шықса, олар да ақша алмайды. Бірақ Майкл жағдайды бақылауда, ұстау үшін тұтқындарды қорқыту керек деп санайды. Олар Трэвисті камерадан шығарып, орындыққа байлайды да, оның шашын күштеп тақырлап алады. Бұл кезде ішімдік ішкен Майкл оған тұтқындардың жетекшісін әлсірету туралы сөз айтады. Кейін ол Трэвистен енді оған құрметпен қарайтынын сұрайды. Бірақ Трэвис оған жауап ретінде тек балағат сөз айтады. Қатты ашуланған Майкл оның отырған орындығын теуіп, оны еденге құлатады. Одан кейін Трэвисті одан әрі масқара ету үшін оның үстіне зәрін төгеді. Бұған Баша сияқты кейбір күзетшілер наразы болады. Бірақ басқалары бұл әрекетке қосылып кетеді. Өрт сөндіргіштің қызыл шамы жанбаған соң, күзетшілер жазаның дұрыс орындалғанын ойлайды. Бірақ Баша көңілі түсіп, егер мұндай жағдай қайтадан болса, ол тәжірибеден кететінін айтып,
бұл бәріне ақша жоғалтумен аяқталса да, оны елемейтінін айтады. Трэвис камерасына қайтып келген соң, Майклды алыстан бақылап, сұхбатты қайтадан есіне алады. Егер сүйікті адамыңа ауыр жарақат келіп, заң әділ шешім қабылдамаса, не істейсің? Деген сұраққа ол әділеттілік туралы ойламайтынын, себебі әділет соғыс бастауға негіз болатын көзқарас екенін айтқан болатын. 4-ші күні Трэвис түскі ас кезінде нанды қалтасына тығып алып, оны Бенджиға апарып бере. Бенджи әлі төсекте жатып, инсулинге мұқтаж екенін мойындайды, және өтінішінде жалған ақпарат бергенін, оны тамақпен реттеуге тырысып жүргенін айтады. Трэвис күзетшілерге немесе ғалымдарға айтуға дайын, бірақ Бенджи қарсы шығып, оны жалған адам сезінбеу үшін осылай істеп жатқанын айтады. Трэвис оны жәрдем алуға көндіруге тырысады, бірақ Бенджи оған қарсы болады. Кешке қарай Чиз өзінің қолымен жұмыс істеуге тырысады, бірақ Хелвиг оны естіп, бұл әрекетті бөлмеде жасауға болмайтынын айтады. Осы уақытта Баша Бенджидің жағдайын тексеруге келеді. Трэвис оған өз ақшасынан бөлігімен Бенджиге инсулин әкеліп берсе, Баша бастапқыда бас тартады, бірақ кейін ақшасыз келісіп, іздеу үшін келген сөмкелерді тексеруге кетеді. Чиз бөлмеден шығып, Оскарды камерасынан алып шығып, камера жоқ бір бөлмеге апарады. Онда ол Оскарды тізерлетіп, аузымен қызмет көрсетуге мәжбүрлеуге тырысады, бірақ олар ары қарай бара алмағанша Майкл оларды тауып, түсініктеме талап етеді. Чиз өтірік айтып, Оскар Трэвис туралы ақпарат беруге дайын болмағанын, бірақ олар бұл жайлы барлығының алдында айтқысы келмегенін айтады. Осы уақытта Хелвиг бөлмеде не болып жатқанын тексеріп, күзетшілерді офисте кездесуге шақырады. Онда ол камералардан Баша сөмкелерді тексеріп жүргенін көрсетеді. Олар Башаға барып, оның қалтасында инсулинді тапқан соң, Майкл оны кешірмен жауап беруге уәде етіп, Бенджиге кім тапсырыс бергенін білуін сұрайды. Баша ақырында оны Трэвис сұрағанын мойындайды. Осыдан кейін Майкл инсулинді Бенджиге апарып береді. Бірақ Хелвигке Трэвиспен дәретханаға баруды бұйырады. Дәретханаға барғанда Майкл өз шашын қырып отырып, ол құбыжық емес екенін айтады. Бірақ Трэвис ережелерді бұзғандықтан оған жаза беру қажет. Егер тәжірибе әлі тоқтатылмаған болса, ғалымдар оның әрекеттерін қолдайды, және Бенджи әрдайым қауіпсіз болғанын еске салады. Трэвис Майклға өзінің ақшасын психиатриялық мекемеге түсуге жұмсауы керектігін айтып, Майкл ашуға булығады. Майкл Трэвиске келесі жазаны тағайындайды. Хелвиг Трэвиске басын дәретханаға салып, ол тек қана тұтқын екенін мойындағанша ұстайды. Трэвис бастапқыда оларды балағаттап қарсы тұрады, бірақ ақырында оның рухы төмендеп, олар айтқандай болады. Камерасына қайтып келген соң, Трэвис аяғының астына құлап жылап жібереді. Түннің ортасында күзетшілер Башаны төсектен тұрып алып, оны камера жоқ бөлмеде жазалап, ұрып-соғып, қорлайды. 5-ші күні Бенджи өз-өзіне келген соң, күнделікті тәртіпке қосылады. Бірақ Майкл тағы да таңқаларлық нәрсе жасайды. Баша ережені бұзғаны үшін тұтқын болады. Майклдың үстемшіл сөздерінен ашуланған Трэвис униформасын шешіп, басқа тұтқындармен бірге камераның есігін ашуды сұрау үшін ұялы есікке көтеріледі. Майкл оны төмен тартып, Трэвисті еденге басымен басып, білтесінен қысып ұстайды. Осы кезде Бенджи Майклға арқасынан соққы беруге тырысады, бірақ Майкл оған білтесімен қатты соғып, Бенджиді жерге жығып, қансыратады. Жазалау ретінде Майкл күзетшілерге тұтқындарды бөліп, оларды байланыссыз оқшаулауды бұйырады. Трэвис ең ауыр жазаны алады, өйткені оны ескі жылу құбырына түнге қамайды. Әрі құбырның ішінде камера бар. Бір күзетші бұл жағдайға көңілі толмайды да, Майклды есінен адасқан деп айтады. Бірақ Майкл қайтадан қызыл шамның жанбағанын еске салды. Бұл олардың дұрыс әрекет етіп жатқанын көрсетеді. Сондықтан ешкім кетпей. 6-шы күні Чиз Оскарды тасталған бөлмеге алып барып, оны ұрып, өткен күннің жұмысын аяқтауды жоспарлайды. Осы уақытта Трэвис ақыл ойының шегіне жетіп, әлі де өзінің білезігі бар екенін есіне түсіреді. Ол оны шешіп, құбырдың есігін ашу үшін пайдаланады. Ал есіктен шыққан сәтте Оскардың көмек сұраған дауыстарын естиді. Трэвис оны құтқаруға асығады. Чизге артынан соғып, оны ұстап алады. Ал Оскар өз қолына кісенін пайдаланып, Чизді есінен тандырады. Содан кейін олар Чиздің кілттерімен барлық тұтқындарды босатады. Нихс ақырында жақсы болудан шаршағанымен, Бенджи қайтыс болып кетеді. Себебі ол алған жарақаттарынан өледі. Тұтқындар ашуланып, күресуге дайын. Олар кеңсеге баруды бастайды. Есікті ашуға тырысып жатқанда, Майкл өз қорғанысын ұстап, пышақ алады. Бірақ басқа күзетшілер оны есінен адасқан деп санап, санның көп екенін түсініп, қашуға шешім қабылдайды. Майкл оларды артынан қуып, өздерін қалдыруға және билікті қайтаруға шақырады. Бірақ олар есікті іштен аша алмайды. Ғимаратты тастап кету мүмкін емес. Тұтқындар оларды қуып жетіп, күзетшілерді ұрып-соғып, Трэвис Майклмен кездесуді сұрайды. Майкл пышақты қолдануға тырысқан кезде, Трэвис оны қолымен ұстап, Нихсті итеріп өтіп, Майклды ұра бастайды. Кенеттен күрес қызыл шамдардың жанып, есіктердің ашылуы арқылы аяқталады. Барлығы сыртқа шыға алады. Бірнеше сағаттан кейін автобус келіп, оларды үйлеріне алып кетеді. Олар үлкен чектермен және келген кездегі киімдерін киіп, ештеңе болмағандай үйлеріне қайтады. Нихс Трэвиске әлі де адамдар эволюциялық тізбектің жоғарғы жағында деп ойлайсың ба деп сұрайды.
Трэвис оған адамзаттың бұл туралы бірдеңе істеуге қабілетті екенін айтып, иә деп жауап береді. Көп күндерден кейін эксперимент жаңалықтарда көрініс табады. Доктор Арчулета Бенжидің өлімі үшін адам өлтіру айыбы бойынша сотталады. Ал тұтқындардың көбісі оған қарсы куәлік беруге келіседі. Трэвис Үндістанға барып, Бэймен кездеседі. Ол оның білезіктерінің бұрынғыдай жұмсақ емес екенін байқайды. Және фильм аяқталады.